Сәлем тыңдармандар. Бүгін біз отбасымызбен жиналамыз. Сендерге өз отбасым туралы айтып берейін. Менің отбасым үлкен және тату. Біздің отбасымызда 6 адам бар. Олар әкем, анам, әпкем, ағам, сіңлім және мен. Әкемнің аты Ерлан. Әкем көп жұмыс істейді. Ол өте еңбекқор адам. Әкем бізге әрқашан көмектеседі. Ол мейірімді және сабырлы. Анамның аты Айгүл. Анам да жұмыс істейді. Ол өз жұмысын жақсы көреді. Біз үшін ол өте қамқор ана. Анам дәмді тамақ пісіреді. Ол үйді таза ұстайды. Ал біз оған көмектесеміз. Анам бізге көп ақыл айтады. Мен анамды жақсы көремін. Менің ағам бар. Ағамның аты Арман. Ол да жұмыс істейді. Ағам басқа қалада тұрады. Оның өз отбасы бар. Менің жеңгем мен жиенім бар. Ағамнан кейін әпкем бар. Әпкемнің аты Әлия. Ол студент. Ол университетте оқиды. Әпкем спортты жақсы көреді. Ол волейбол ойнайды. Әпкем маған жиі көмектеседі. Менің сіңлім бар. Оның аты Алина. Ол мектепте оқиды. Сіңлім кішкентай. Ол өте көңілді. Алина сурет салғанды жақсы көреді. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Біз бірге көп уақыт өткіземіз. Кешке бірге тамақ ішеміз. Демалыс күндері бірге серуендейміз. Кейде кино көреміз. Бәріміз бірге қонаққа барамыз. Біздің үйіміз таза және жарық. Үйімізде жылу бар. Үйде әрқашан тыныштық және бір-біріне сенім бар. Отбасым мен үшін өте маңызды. Олар мені қолдайды және түсінеді. Мен де отбасымды қолдаймын. Үйде бір-бірімізге көмектесеміз. Біз бір-бірімізді сыйлаймыз. Отбасында махаббат және сыйластық бар. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын. Болашақта да осылай тату боламыз деп ойлаймын. Ал сенің отбасың қандай? Неше адамсыңдар? Өз отбасың жайлы айтып берші. Тыңдағандарына көп рахмет. Сау болыңдар.